Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабаттуулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Қазақстанда орташа зейнетақы көлемі белгілі болды. 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жиынтық зейнетақының орташа мөлшері 120.686 теңгені құрады. Оның ішінде ынтымақтастық зейнетақы мөлшері 82.851 теңге, базалық зейнетақы 37.835 теңге. 1 мамырдағы жағдай бойынша елімізде 2.297.000 зейнеткер тұрады. Жыл басынан бері 1 триллион теңгеден астам зейнетақы төленді. Оның 337,4 миллиард теңгесі базалық зейнетақыны төлеуге, 761,5 миллиард теңгесі ынтымақтастық зейнетақы төлеуге бағытталды деп хабарлады Еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрлігі. 2018 жылғы 1 шілдесінен бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі әрбір алушыға оның зейнетақы жүйесінің қатысу өтіліміне ескеріле отырып жеке тағайындалады. Бұған дейінгі БЖЗқ қазақстандықтардың есепшотына қызмет көрсеткені үшін комиссияның қызмет ақыларын белгілі болған. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.